Үшінші есеп шығарайық, мынаның бәрін өшірейік. Так, енді үшінші есеп. 2,16-дан 1 қосу x бөлу 3,32-ден 9 тең болады 3-ден 2 дейді. Енді 2,16-дан 1 қосу x тең болады 3-ден 2 көбейту 3,32-ден 9. Ондай алайық, 3-ден 2 көбейту 32-ден 32-ні 3-ке көбейтіп, оған 9-ды қосамыз. 32-ні 3-ке көбейтсек 96. Оған қосамыз 9-ды 105 болады сонда. 32-ден 105. Так, енді келесі 2,16-дан 1 қосу x тең болды. Албыны бөліміне. 32-ні 3-ке көбейтеміз 96. 2-ні 105-ке көбейтеміз 210. Так, енді келесі x-ті табамыз. X тең болады 96-дан 210 азайту 2,16-дан 1. Бұрыс бөлшекке айландыра салайық. Енді мына 96-дан 210-ды араласқанға айландырамыз. Сонда 2,96-дан. Сонда біз 96-ны 2-ге көбейтіп 192. Сонда 18 болды. 2,96-дан 18 азайту 2,16-дан 1. Сонда бізде x тең болады. 2-ден 2 аламыз. Ортақ бөлімі 96 болады. Мына жерде біз 1-ден береміз. Мына жерде біз 6-дан береміз. Сонда 18-ден азайтамыз 6-ны. Тең болады. Ол тең болады 96-дан 12. 6-ға қысқартайық. 96-ны 6-ға бөлсек 16. 12-ні 6-ға бөлсек 2. Арғай қысқартсақ 8-ден 1 болады. Сонда x тең болады 8-ден 1. Келесі 4-ші есеп шығарайық. X қосу 27-ден 8 бөлу 19,9-дан 5 тең болады 12-ден 1 дейді. Енді келесі x қосу 27-ден 8 тең болады 12-ден 1 көбейту 19,9-дан 5. X қосу 27-ден 8 тең болады 12-ден 1 көбейту, мына жерде 9. 9-ды 19-ға көбейтеміз. Бізде 171, оған 5-ті қоссаң 176. Так, 176. Енді өшеден қысқарып жүрейік. 176 мен 12-ні 2-ке қысқартайық. Мына жерде 6-дан берем. 176-ны 2-ке бөлсек 88-ден берем. Тағы да қысқартуға болып. Тағы да 2-ке қысқартсақ. Мына жерде біз 44-ден береміз. Мына жерде біз 3-ден береміз. Сонда x қосу 27-ден 8 тең болады 3-ден 1 көбейту 9-дан 44. Ол тең болады 9 үшін 27. 27-ден 44. Ал енді x-ті табу үшін 27-ден 44-ден азайтамыз 27-ден 8-ді. Ол тең болады 27-ден 36. Арғарай қысқартатын болсақ, 9-ға қысқартатын болсақ, 27 9-ға бөлсек 3-ден береміз, 36 9-ға бөлсек 4-ден береміз. Немесе 1,3-ден 1 деп алсақ болады. Осы теңдеуді шешсек, республика сарайының салынған жылы шығады екен. Так, алдымен x азайту. Енді мына жерде 317,125, 317,125-ке біз қосамыз 532,154-ті. Сонда бізде шығады екен 849,179 тең болады. 652,4-тен 3 дегенді
652,175 деп алсақ болады, иә. Қосу 467,46. Сонда x азайту 849,79 тең болады. Енді міне екеуін қосып алайық. 652,75-ге қосамыз 467,46. Сонда 1120,121 шығады. Енді x-ті табу үшін 1120,121-ге қосамыз 849,79-ды. Сонда 1970 шығады. X тең болады 1970. Келесі теңдеуді шешетін болсақ, онда 1000 шаршы метрмен алынған аудан шығады екен, Республика сарайының ауданы. Келесі теңдеу екіншісі, x минус 4,8-ден 3 тең болады 5,625. Сонда x тең болады 5,625-ге қосамыз 4,8-ден 3-ті. Енді мына жерден қысқартып, мына жерде 125-ге қысқартсақ, мына жерде 8-ден 5 болады екен. Сонда x тең болады 5,8-ден 5-ге қосамыз 4,8-ден 3-ті. 8-ден 3-ті. Сонда бізде 9,8-ден 8. Демек x-іміз бізде 10-ға тең екен. Келесі енді үшінші. 3 және оның 3 дәрежесі сандарының ең кіші ортақ еселігіне тең сан көрермен залындағы орындар санын береді. Ең кіші ортақ еселік. Үшіншісі кіші ортақ еселік 3-тің және де 1000-ның. Енді біз көбейткіштерге жіктейік. Ең кіші ортақ еселігі сонда бізде болады 3000. Осы екеуінің көбейтіндісі. Сонда көрермендегі орындар саны 3000-ға тең екен. Келесі 77-ші есеп. Бұл жерде бізде өрнектің мәнін табамыз. А-ның мәні және Б-ның мәні берілген. А саны және Б санының көбейтіндісінің мәні еліміздегі бауыр мен жолаушылар түрінің санын білдіреді дейді. Яғни А-ның Б-ға көбейтіндісін табамыз. Біріншісі 2,2. Мына жерде 3,428 азайту 1,572 көбейту 13 минус 12,11-ден 4. Енді осыны бір есептеп алайық, сосын көбейте саламыз, дем оғаның мәні. Так, енді 2,2 көбейту. Енді 3,428. Енді осыдан қосамыз 1,572. Сонда бізде 5 болады. Мына жерде 5 болады. Көбейту. Енді 13 дегенді біз 12,11-ден 11 деп алсақ болады. Азайту 12,11-ден 4 дейді. Тең болады. 2,2-ні 5-ге көбейтсек 11 болады. 11 көбейту. Екеуін бір-бірінен азайтсақ 12,12-ден алсақ 0 болады. Ортақ бөлме. Сонда 11-ден 4 аламыз. 11-ден 4 алсақ, мына жерде 11-ден 7 болады. 11 пен 11-ді қысқартайық. Тең болады 7-ге. Бұл А-ның мәні. Сонда А тең болады 7-ге. Енді Б-ның мәнін табайық. Б-ның мәні бізде 40,3-ден 2. Б тең деп қойық. Мына жерде А тең. 40,3-ден 2 бөлу 2,27-ден 7. Азайту 16,9-дан 4. Көбейту 4,15 дейді. Так, нөмір спошек календырайық. 3-тен 3-ті 40-ға көбейтсем 120, 122. Бөлу 27-ден 27-ні 2-ге көбейтсем 54. 54-ге 7-ні қосамыз 61. Минус 16,9-дан 4. Көбейту 4,15. Тең болады.
Енді біз бөлген кезде бірінші өрнектің өзін жазамыз. 3-тен 122. Екінші өрнекті алымын бөліміне, бөлімін алымын ауыстырып жазамыз. 61-27. Азайту 16,9-дан 4 көбейту 4,5 тең. Енді мына жерде қысқартайық. 22 мен 61-ді. Мына жерде 2-ден берем, мына жерде 1-ден берем. 27 мен 3-ті қысқартайық. Мына жерде 1-ден берем. Ал мына жерде 9-дан берем. 9 2 18. Сонда 18-ден азайтамыз 16,9-дан 4. Енді бұны 18 бет жазайық. 17,9-дан 9 азайту 16,9-дан 4 көбейту 4,5. Так, мына жерде 1 бүтін қалады. 1,9-дан 5 болады. Бұны көбейтеміз 4,5-ге тең болады. 1,9-дан 5, 9-дан 14. 14-ті көбейтеміз 10-нан 45-ге. Енді екеуін қысқартып жіберейік. 9 мен 45-ті мына жерде 5-тен берем, 1-ден берем. Сонда 14-ті 5-ге көбейтем 70. 10-ны 10-ға бөлем тең болады 7-ге. Сонда А көбейтілген Б тең болады. А-мыз бізде 7-ге тең, Б-мыз да 7-ге тең. Тең болады бізде 49-ға. Келесі екінші өрнекті тапқан кезде біз еліміздегі су мен жорғалаушылар түрінің санын табады екенбіз. Мынаны өлшейік. Бірінші есепті болдық. Екінші есепті шығарайық. Так, А-ның мәнін табамыз. 33-тен 13. Мына жерде бөлеміз. Бұрыс бөлшекке айландырайық. 198. 198-ді 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейтіп, оған 59-ді қосамыз. Онда 455 болады. 455 көбейту 7, 2 7 7 14, 14-ке 6-ны қоссам 20 бөлу 7-ден 6 тең болады. Енді екеуін бөліп, екеуін жеке-жеке бөліп алайық. Сонда бізде 33-тен 13 көбейту 455-тен 198 көбейту 7-ден 20 көбейту 6-дан 7. Енді қысқартайық. 7 мен 7-ні қысқартайық. 20 мен 6-ны қысқартайық. Мына жерде біз 2-ге бөлсек 3-ден берем. 2-ге бөлсек 10-нан берем. Енді 33 пен 198 қысқартайық. Сонда 198-ді біз 33-ге бөлсек 6-дан береміз. Жерде 1-ден берем, мына жерде 6-дан берем. 13 пен 455-ті қысқартайық. 455-ті біз 13-ге бөлсек 35 болады. Мына жерде 35, мына жерде 1 болады. Сонда тең болады. 35 көбейтілген 3, мына жерде 6 көбейтілген 10. Енді осы жерден біз 6 мен 3-ті қысқартып жүрейік. 6 мен 3-ті қысқартайық, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден. 35 пен 10-ды қысқартайық, мына жерде 2-ден, мына жерде 7-ден. Сонда бізде шығады екен 7-ден 4. Келесі Б санының мәнін табайық. Б тең болады. Так, 16,3-тен 1 бөлу 5,6-тан 5 қосу 1,5-тен 2 қосу 16,8. Так, енді бірінші бөлшекті жазайық. 3-тен 16-ны 3-ге көбейтем 48, оған 1-ді қосам 49 бөлу 6-ны 5-ге көбейтем 30, 35 болады. Қосу 5-тен 7 қосу 16,8 тең болады. Так, мына жерде біз 3-тен 49 деп жазып алайық. Көбейту 35-тен 6 қосу 5-тен 7 қосу 16,8 тең болады. Енді мына жерде 35 пен 49 7-ге қысқартайық. Мына жерде 7-ден берем, мына жерде 5-ден берем. 3 пен 6-ны 3-ге қысқартайық. Мына жерде 2-ден берем, мына жерде 1-ден берем. Сонда бізде шығады. Мына жерде 5-тен 14 қосу 5-тен 7 қосу 16,8. Сонда бізде шығады екен
5-тен 22, 21. 5-тен 21. Оған қосамыз 16,8-ді. Сонда 21-ді 5-ке бөлсек 4,2 болады. 4,2-ге қосамыз 16,8-ді. Сонда бізде 21 шығады екен. Енді А санын Б санына көбейтеміз. А көбейтілген Б. А дегенге біз 7-тен 4-ті қоямыз. Б дегенге 21-ді қоямыз. 2-ен қысқартамыз. 4-3-ке көбейтсек 12. Келесі, жолбарыстың қылыш тісті түрі, оның 4 дәрежесі жыл бұрын жойылып кеткен. Осы жылды натурал сан арқылы жазыңдар. Так, оның 4 дәрежесі дегеніміз, онды өз-өзіне 4 рет көбейтеміз, иә? Сонда ол бізде 10 мыңға тең екен. Так, біріншісі. Екіншісі. Амур жолбарысының ең үлкен массасы килограмммен алынған. Осы өрнекті ең үлкен массасын табыңыз дейді. 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі, азайту 2-ның 2 дәрежесі, 3-тің 2 дәрежесі, 5-тің 2 дәрежесі. Қосу 2 көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесі 8, 5-тің 3 дәрежесі 5 жерде 5-ім 25, 25-ті 5-ке көбейтсем 125. Алу 2-ның 2 дәрежесі 4, 3-тің 2 дәрежесі 9, 5-тің 2 дәрежесі 25. Қосу 2 көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі 125. Тең болады. 8-ді 125-ке көбейтсек, бізде 1000 болады. 4 9 36, 36-ны 25-ке көбейтейік. 900 болады. Қосу 2-ні 125-ке көбейтсем 250. Сонда 1000-нан 900 алсам 100, 100-ге 250 қоссам 350 шығады екен. Жауабы 350. Келесі 79-шы есеп. Осы өрнектің мәнін, x-тің мәнін тауып теңдеуді шешеміз. Бірінші 98,1 бөлу 0,2x азайту 389,6 тең болады 10,9. Так, 0,2x азайту 389,6 тең болады 98,1 бөлу 10,9. 0,2x азайту 389,6 тең болады. Енді 98,1. Осыны бөлеміз 10,9-ға. Тең болады 9-ға. Сонда 0,2x тең болады 9 плюс 389,6. X тең болады 389,6, 398,6, 398,6, 398,6. Бізде 0,2x. Енді x тең болады 398,6-ны бөлеміз 0,2-ге. Сонда x тең болады 1993. Сонда 1993 жылы теңгені енгізген екен. Келесі екінші есепті шығару арқылы, біз валютаны қорғау мүмкіндігінің санын білеміз дейді. 1,195 бөлу 0,5 x минус 4,122 тең болады 0,125. Так, 0,5 x минус 4,122 тең болады 1,195 бөлу 0,125. 0,5 x минус 4,122 тең болады 1,195-ті бөлеміз 0,125-ге тең болады 4,178. Сонда 0,5 x тең болады 4,178 қосылған 4,122. 0,5 x 9-ға тең болады, x тең болады 9 бөлінген 0,5, x тең болады 18-ге. Келесі 80-ші есеп. Ойлағаны санынан 97,1 санын азайтып, шыққан айырманың мәні 2,5 санына көбейтіледі.
Шыққан нәтиже 4,25 санын қосқанда 7 саны шықты. Ойлаған санды табыңдар. Сонда ойлаған санды x деп алайық. Ол саннан 97,1-ді азайтып, шыққан айырманың мәні 2,15 санына көбейтіледі дейді. Шыққан нәтижеге 4,25 санын қосқанда 7 саны шықты дейді. Тең болады 7. Енді осы жерде ойлаған санды x-ті табамыз. Сонда x минус 97,1 көбейту 2,15 тең болады 7 минус 4,25. Сонда x минус 97,1 көбейту 2,15 тең болады. Енді 7-ден азайтамыз 4,25-ті. 2,75. Сонда x минус 97,1 тең болады 2,75 бөлу 2,15. X минус 97,1 тең болады. Енді 2,75-ті бөлеміз 2,15-ге. 1,1 болады. Сонда x тең болады 97,1 қосу 1,1. Сонда x тең болады 98,2-ге. Ойлаған сан 98,2 болады. Келесі 81-ші есеп. Автокөлік бірінші күні 170 км жол жүрді. Екінші күні бірінші күні жүрген жол ұзындығының 17-ден 15-ін жүрді. Үшінші күні екінші күні жүрген жол ұзындығының 120% құрайтын жол жүрді. Үш күнде көлік қанша километр жол жүрді? Яғни бірінші күні 170 км. Екінші күні осы бірінші күннің 17-ден 5-ін, яғни 170-ті көбейтеміз 17-ден 5-ге. Үшінші күні екінші күні жүрген жол ұзындығының 120%, яғни 170-ті көбейтеміз 17-ден 5-ге. Оның 120% дегеніміз біз 1,2-ге көбейтеміз 120%. Сонда барлығы неше километр жол жүрді? Ол барлығын табу үшін біз 170-ті қосамыз. 170 көбейтілген 17-ден 5-ге қосамыз. 170 көбейтілген 17-ден 5 көбейтілген 1,2-ге қосамыз. Так, сонда мына жерде 170 болады. Плюс енді екеуін қысқартып жіберейік. 17 мен 170-ті. Мына жерде 10 болады, сонда 50 болады. 50 плюс мына жерде де қысқартамыз. Мына жерде 50-ді 1,2-ге көбейтейік. 50-ді көбейтеміз 1,2-ге. 170-ге 50-ді қоссақ 220. 220 плюс 50-ді 1,2-ге көбейтейік. 60 болады. 220-ға 60 қоссам 280 километр екен. Жауабы барлығы 280 километр жол жүріпті. Келесі есеп. Бірінші күні 180 гектар жер жыртылды. Екінші күні жыртылған жер бірінші күні жыртылған жердің 80%-на тең. Үшінші күні жыртылған жер екінші күні жыртылған жердің 12-ден 1-не тең. Үш күнде қанша гектар? Так, бірінші күні бізде 180 гектар. Екінші күні бірінші күннің 80%, яғни 180-ді көбейтеміз 0,18 гектар болады. 80% ол 0,18, 100-ге көбейтіп, 80-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Ал үшінші күні екінші күннің 12-ден 1, яғни 180 көбейту 0,18-дің 12-ден 1. 12-ден 11 дейді. Барлығын табамыз. Барлығын табу үшін осы үшеуін қосып шығамыз. 180 қосу 180 көбейту 0,18 қосу 180 көбейту 0,18 көбейту 12-ден 11 тең болады. Так, мына жерде 180 болады. Қосу 180-ді 0,18-ге көбейтейік. 144 болады. Мына жерде 144 қосу. Так, 144 көбейту 12-ден 11. Енді қысқартайық, 12 мен 144. Мына жерде 12-ден береміз. Сонда тең болады барлығы 180 қосу 144
қосу 12-ні 11-ге көбейтсек 132. Сонда бізде барлығын есептеу үшін 180-ге қосамыз 144-ті, қосамыз 132-ні. Сонда 456. 456 километр. Жауабы барлығы 456 километр. Километр емес, гектар бізде 456 гектар жер жыртылыпты. Гектар деп жазып қояйық. Келесі енді 83-ші есеп. Бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы 20 см, ені ұзындығының 80%-ын құрайды. Периметрімен берілген тік төртбұрыштың периметрінің 9-дан 8-не тең шаршының ауданы тап дейді. Енді бірінші есепті шығарайық. Тік төртбұрыштың ұзындығы, яғни А тең болады 20 см. Ал Б қабырғасы оның 80%-ын құрайды, яғни 20-ны көбейтеміз 0,8 см болады. Так, енді біз периметрін таба аламыз ғой. Осы периметр берілген тік төртбұрыштың периметрінің 9-дан 8-не тең шаршының ауданын тап. Енді біз периметрін тауып аламыз да, осы периметрдің 9-дан 8 бөлігін табамыз. Периметр тең болады 2, мына жерде А қосылған Б. Периметр тең болады 2. А дегенге біз 20-ны қоямыз, Б дегенге енді 20-ны 0,8-ге көбейтсек, бізде 16 болады екен, 16. Мына жер 16 болады сонда, 16 деп қойып. 16, 20-ға 16-ны қоссам 36, 36-ны 2-ге көбейтсем 72. 72 сантиметр. Енді екінші квадраттың периметрі, мына тік төртбұрыштың периметрінің 9-дан 8 бөлігін құрайды дейді. Сонда бізде 72-ні көбейтеміз 9-дан 8-ге. Екеуін қысқартайық. 9 мен 72-ні 8, 64 сантиметр. Енді осы квадраттың периметрдің формуласы 4 көбейтілген А. Енді осы бір қабырғасын тауып аламыз. Квадраттың бір қабырғасын табу үшін біз квадраттың периметрін 4-ке бөлеміз. Сонда 64-ті бөлеміз 4-ке, тең болады 16 сантиметр. Енді осы квадраттың ауданын табамыз. Квадраттың ауданы бізде А квадрат. Сонда С тең болады 16-ның квадраты. 16-ны 16-ға көбейтсем, бізде 256 шығады ғой. 16 көбейту 16, 256. 256 сантиметр квадрат. Жауабы квадраттың ауданы 256 сантиметр квадратқа тең. Келесі 84-ші есепті шығарайық. Бурабай өлкесі таулы орманды кешенде орналасқан. Бурабайдың өсімдіктер әлемінің 65%-ын қарағай, 31%-ын аққайын, 3%-ын емен және 1%-ын бұталар алып жатыр. Бурабай өлкесінің өсімдіктер әлемі дөңгелек диаграмма арқылы көрсетіледі. Сонда бізде 65%-ымыз қарағай, мынау қарағай. Қарағай. Келесі 31%-ымыз аққайын. Мына жері 31% болады. Енді 1%-ымыз бұталар. 1%-ымыз нарақ болады. Бір пайыз. Мынау бізде көкпен бояп қойық. Бұл 31%. Алпыс 5%-ымыз осы қызылмен белгіленгеніміз. Бұл бізде қарағай. Келесі сәйкес бірліккесінден таңдап, осы бірлікке бірінші А10, Б80, С70, М100. Так, байлайық мынаны 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А нүктесінің координатасы 10. Б нүктесінің координатасы 80. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Б нүктесінің координатасы 80. Мына жерге 10 деп қояйық, мына жерге 80. С нүктесінің координатасы 70. Мынасы 70. Келесі М нүктесінің координатасы 100. 100. Келесі енді 4, 8, 20, 24 дейді. Мына 4,
мына 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24. Енді А нүктесінің координатасы 4. Б нүктесінің координатасы 8. С нүктесінің координатасы 20. 4, 12, 16, 20. Бұл С нүктесінің координатасы. М нүктесінің координатасы 24. Так, мынау бізде 20, мынау 24. Мынау 12, мынау 16. Жазып қояйық, мына жер 20, 30, 40, 50, 60 деген сияқты. Келесі А13, Б26, С52, М65 дейді. Оны баялайық. Мына жерде 0 болады. 4 клетка 13 болады. 4 клетка 26 болады. 4 клетка 39 болады. Мына жер бізде 52 болады. Мына жер бізде 65 болады. Так, енді А нүктесі 13 дейді. Мынау А нүктесі болады. Б нүктесі 26 дейді. Мынау Б нүктесі болады. С нүктесі 52 дейді. Мынау С нүктесі болады. М нүктесі 65 дейді. Мынау бізде М нүктесі болады. А2-де 2,5, Б3,5, С6 нүктелерін бірінші координатасының А нүктесінің координатасынан 1,5-ге кем К нүктесін белгілеуіміз керек екен. А нүктесі 2,5. Так, мынау бізде мынау 1, мынау 2, мынау 3, мынау 4, мынау 5, мынау 6, мынау 7 деп кетеді. А нүктесінің координатасы міне 1, мынау 2, 2,5 тура ортасы болады. Сонда А нүктесі. Б нүктесінің координатасы 3,5, 3, мынау 3,5, мынау Б болады. С нүктесінің координатасы 6 дейді. Мына жер 4, мына жер 5, мына жер 6. Демек, мынау С нүктесінің координатасы болады. Енді бірінші координатасы А нүктесі координатасынан 1,5-ге кем К нүктесін. Яғни бізде 2,5-тен 1,5 алсақ 1 болады ғой. Сонда мынау нүкте бізде К нүктесі болады екен. К. Келесі координатасы Б нүктесінің координатасынан 0,5 есе кем М нүктесін дейді. Так, мыналар кері жоқ бізде сонда. Координатасы Б нүктесінің координатасынан 0,5 есе кем дейді. Б нүктесінің координатасы бізде 3,5 ғой. Б нүктесінің координатасы Б нүктесінің координатасы бізде 3,5. Енді бізде М нүктесі осы Б нүктесінің координатасынан 0,5-ге кем. Сонда М нүктесі 3,5, 0,5-ге бөлеміз. Сонда бізде 3,5-ті бөлеміз 0,5-ге. М нүктесінің координатасы 7-ге тең болады. Сонда мынау бізде М нүктесі болады екен. Мынау екіншісі. Үшіншісі координатасы С нүктесінің координатасының 3-тен 2-сіне тең. Енді С нүктесінің координатасы бізге белгілі 6-ға тең. Ал енді 6-ның 3-тен 2-сі. 6 көбейтеміз 3-тен 2. Тең қысқартамыз 2 тең болады 4. Сонда бізде Е нүктесінің координатасы 4-ге тең болады екен. Мынау бізде Е нүктесі болады екен. Ал біріншісінде А нүктесінің координатасына 1,5-ге кем. Сонда А нүктесінің координатасы 2,5. К нүктесінің координатасы бізде 1-ге тең болды. Келесі 88-ші есеп. Бірінші суретте координаталық сәуле берілген бірлік кесіндінің орналасуын табыңдар. Осы координаталық сәуледе 3 нүкте белгілеңдер. Олардың сәйкес координаталарды көрсетіңдер дейді. Так, мына жер 4 болып тұр, бірлік кесінді қай жерде орналасқан дейді. Неше бөлікке бөлінген санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сонда 4-еуі 1 болады. Мына 4-еуі 1 болады. 1 болады. Мына 4-еуі 1 болады. 2 болады. Мына 4-еуі 3 болады. 1, 2, 3, 4, 1. Сонда 1 бөлік 7 бөлікке бөлінген. Мына жер 1 болады, мына жер 2 болады, мына жер 3 болады, мына жер 3,7-тен 2. Келесі енді үшінші координат. Мына жер 3,2, мына жер 3,1, мына жер 3 болады. Сонда 10 бөлікке бөлінген, Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Сонда мына жерде мына жер 1 болады, мына жер 2 болады, мына жер 3 болады. Сонда әрбір бір бөлігі бізде 5 бөлікке бөлінген. Бірлік кесінді 5 бөлікке бөлінген. Так, енді осы сәуледен 3 нүкте белгілейміз. Өзімізге ыңғайлы бір 3 нүктені белгілейік. Мысалы, мына нүктені белгілейік. Мына нүктені А деп алайық. Мына нүктені Б деп алайық. Кез келген нүктені белгілейік. Мына нүктені С деп алайық. Енді А нүктесінің координатасын жазайық. А нүктесінің координатасы 1 бүтін. Так, 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінген. 4-тен 2, 1 бүтін 4-тен 2. Енді Б нүктесінің координатасы. Так, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлікке бөлінген. Сонда 1 бүтін 7-ден нешінші? 1-ші, 2-ші, 3-ші тұр. 7-ден 3 болады. Келесі С нүктесінің координатасы 2 бүтін 10-нан 2 болады екен. Бір шаршының ауданы, яғни ауданы 1 шаршы бірлік болса, екінші суретте кескінделген фигураның ауданы табыңдар. 2-де 3-ші суретте кескінделген фигураның ауданы табыңдар. 2-де 1-ші суретте кескінделген фигураның ауданынан қанша есе артық дейді. Осы суреттегі берілген фигуралардың барлығының ауданын табамыз. Бұлай шаршыға дейін толықтырамыз. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жағымыз 1, 2, 3, 4. Сонда біріншінікі 8-ді көбейтеміз 4-ке тең 32-ге. Енді бұдан мыналар боялмаған. Мынау жарты шаршы, мынау жарты шаршы, мынау жарты шаршы, мынау жарты шаршы. Сонда мына екеуі 1 шаршы, мына екеуі 1 шаршы. 2 шаршыны азайтсамыз. Сонда 32-ден 2-ні азайтсақ 30 шаршы қалады екен. Келесі екінші фигураның ауданын табамыз. Бұлай бітіп толықтырамыз. Енді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11, мына жағын санайық. 1, 2, 3, 4. 11-ді 4-ке көбейтсем 44. Енді боялмаған бөлігін алып тастаймыз. 44-тен азайтамыз. Так. Бізде боялмаған бөлігін мынаны өшіп тастап табайық. Так, боялмаған бөлігі міне 1 шаршы. Мына екеуі жарт-жарттан 2 шаршы. 1 шаршы, 2 шаршы. Сонда 2, 2, 4 шаршы болады. 4-ті аламыз, тең болады 40-қа. Келесі үшіншісінікін табайық. Тағы да осылай шаршыға дейін толықтырамыз. 4 бұрышқа дейін толықтырамыз. Жалпы ауданын тауып алайық. Так, жалпы аудан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 көбейту 1, 2, 3, 4, 5. 13-ті 5-ке көбейтсек 65. Енді боялмаған бөлігін азайтып тастаймыз. Так, мына жақта міне жарты-жартыдан тұр. Біреу, мына екеуі 1 шаршы болады. Мына екеуі 2 шаршы болады. 2 шаршы. Мына екеуі 3 шаршы, 4 шаршы, 5 шаршы. 5-ні азайтып тастаймыз. Сонда 60 болады. Енді қараймыз. Бірінші суретте кесілген фигураның ауданы қанша есе артық дейді. Үшінші суретте кескінде 3 пен 1-ді салыстырамыз. 3 пен 1-ді, яғни 60-тың. Так, енді қарайық. 2-де 3-ші суретте кескінделген фигураның ауданы 2-де 1-ші суретте кескінделген фигураның ауданынан қанша есе артық. Яғни 60-ты бөлеміз 30-ға тең болады 2 есе артық. Келесі. 2-де 2-ші суретте кескінделген фигураның ауданы 2-де 3-ші суретте кескінделген екеуіне фигураның ауданынан қанша есе артық. 2-де 2-міз бізде 40, 2-де 3-міз 60. Так, екеуін қысқартамыз. Сонда 2-ке қысқартсам 3-тен 2 есе артық дейік.